Ой шіркін ай, менің депортымды күткендерге жақсы бір жаңалық айтқым келіп отыр. Болмайды депорт. Қай қырынан алсақ та, Аллаға шүкір жеңіске жетіп отыр. Неге? Өйткені бұл жақта соттың күші президенттің сөзінен артық. Бұл жақта ол сот президент айтты екен деп конституцияны өзгертпейді, оған түкірмейді. Қазақстанда мысалы үшін президент айтса, жоғарғы сот соны істейді. Өйткені президенттік системаға бағындырып қойған бізде бәрін. Түсінесің бе? Халықтан еш нәрсені сұрамайды. Ал енді қара. Әлі алдағы уақытта сен әлі талай менің әңгімемді естисіңдер, ұнамаса да шындық менің видеом рекке шығады бәрібір. Бұл ақпараттар айтылады, және біздің қатарымыз күн сайын өсе береді. Қазақстанда түбінде ұлтшыл билік қалыптасады. Орыс тілін алып тастаймыз. Ресейшіл сатқындарды елден қуамыз. Мінекей, көп жұмыстарды атқарамыз алдағы уақытта. Сондықтан қазірден бастап ойлан, бұл алдағы 10 жылда немесе алдағы 7 жылда болатын нәрсе. Ұлтшылдар билікке келеді. Мен сияқты жастар билікке келеді. Күнім бітті осы жерде.